Бұл құрақтарын тігу үшін қыздар бізге екі түрлі мата керек. Менде екі түрлі матовый велюрді таңдап алдым. Қазір осыны флизелин дейтін боламыз. Менде флизелиннің жұмсақ жұқа түрі. Түйіршіктерін төмен қаратып отырып, үтіктеп шығатын боламыз. Менде бұл самоклеющий обойдың артқы бөлшегі. Міне осымен әдемілеп отырып үтіктейтін боламыз, қыздар. Міне толығымен әдемілеп үтіктеп шығамыз. Флизелин жақсы. Міне енді қазір біз бұл маталарды кесетін боламыз. Міне қыздар, осылай шықты. Қыздар, енді мына екі түрлі жаңағы велюрімізді алып, ені 3,5 сантиметр ететін болатындай ұзыншақ лента кесіп алатын боламыз. Екі түрінен де бізге қажет болады. Міне қыздар, жасыл түсінен кесіп алдым. Ені 3,5 сантиметр. Ұзындығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді міне қызылдан да дайындайтын боламын. Бұның да ені 3,5 сантиметр. Бірінші жөндеп аламыз. Міне түзу шығу үшін лентамыздың артық жерлерін алып тастап, 3,5 сантиметр етіп лента алатын боламыз. Енді бұл лентамызды ұзындығы 5 сантиметр етіп, бірдей етіп кесіп алатын боламыз. Сонда бізде ені 3,5, ұзындығы 5 сантиметрлік тік төрт бұрыш шығады, қыздар. Міне өзімізге қажеттісін кесіп аламыз. Бізге қанша құстұмсық құрағы қажет болады, соны есептеп алып, содан осылай заготовкаларын жасап дайындап алатын боламыз. Енді біз бұларды жайғастыратын боламыз. Қалай тігілетінін көрсетейін сіздерге. Міне түктерін төмен қаратып отырып, өздеріңіз осылай жайғастырып аласыздар. Мысалы, бұл бір жақ құстұмсық, енді мынау қарама қарсы. Бізде бұнда зеркальное отражение деген болады. Біз бәрін бір бағытта тікпейміз, бізге зеркальное отражение деген болады. Екі жағы екі түрлі тігілетін болады. Міне Г-образный қылып қойып алып, міне түгі бір бағытта болатындай етеміз. Қойған кезде осылай қолыңызбен түгі бір жаққа бағытқа қарағаннан кейін, міне осылай бәрін жайғастырып алатын боламыз. Г-образный қылып қоятын боламыз, қыздар. Ендігі кезекте, қыздар, міне Г-образный қойылған матамыздың мына бұрышынан келесі бұрышына дейін міне осылай линейкамен сызып алсаңыздар болады. Мен сіздерге жобасын көрсетіп тұрмын. Осылай қоясыз. Мына келесі жағы міне бізде былай тігілетін болады. Көрдіңіз бе? Қарама қарсы тігілетін болады. Қазір осыны машинкаға апарып тігетін боламыз. Қыздар, міне машинкада осылай паровозик сияқты бірінің артынан бірін осылай жүргізіп отырып тігіп аласыз. Мен міне қалғандарын қазір тігетін боламын. Содан, қыздар, міне осылай артық қалған матаны, қыздар, міне 0,3-0,4 сантиметрге запаспен қалдырасыздар да, осылай тазалап қиып шығасыздар. Барлығында осылай өңдейтін боламыз. Қыздар, енді міне тігісін бір жаққа жатқызып, осылай теріс аударып отырып, түкпен үтіктеп шығамыз. Барлығында жақсылап ашып отырып, үтіктеп шығатын боламыз. Енді мына дайын болған бөлшектерді, қыздар, мына ені 3 сантиметр жасыл түстен таңдап алдым. Осыған қазір осыларды тігетін боламыз. Лентаның түгі төмен тұр. Мына жерде де төмен. Осылай лапкан бойымен тігетін боламыз. Міне келесі. Бұл жерде бізде балтаның суреті шығу керек. Қараңыздар, қыздар, міне мынау бүйтіп алған кезде балтаға ұқсап тұру керек болады. Қазір міне
осылай көрсетейін. Келесісін, қазір келесі зеркальный жағын көрсететін боламын, сол кезде түсінесіздер. Міне мынау былай қоямыз, зеркальный жағы мен балта жағы. Енді мынау зеркальный жағы, қыздар, қараңыздар. Енді мен бұны жаңағылай жасылын үстіне қаратсам, жасылын үстіне қаратып қоятын болсам, менде мына жерде топорик шықпайды, көрдіңіздер. Мына жерде топорик шығып тұр, балта. Ал мына жерде, егер жасылды мен осы жерге осыған қаратып, осыған ұқсатып қоятын болсам, менде топорик шықпайды, көріп тұрсыздар. Сол үшін топорик шығу үшін бізге уже зеркальный жағында қызылды үстіге қоямыз да, жасылды астына қоямыз. Сол кезде бізде мына жерде топорик шығады мынандай. Көріп тұрсыздар ғой? Бұл зеркальный екінші жағы. Міне мына жерде де солай. Егер жаңағы басындағы сияқты жасылды үстіге қаратып қоятын болсам, топорик шықпайды. Топорик менде мына түрде ғана шығады. Міне көрдіңіздер, былай қойған кезде топорик шығады. Кесіп аламыз қазір. Өзікпен тіктім. Міне. Келесі енді бізге мына жағына қызыл лентаны тігеміз. Қызыл лентамызды қойып аламыз да, ыңғайымызға қарай енді мына жақты тігеміз. Лапкан бойымен мына жақты тігіп шығамыз. Кесіп тастаймын. Бізде мынандай неме шықты, бізде деталь шықты. Қазір біз бұны былайынан кесіп квадрат шығаратын боламыз. Осындай деталь шығатын болады. Бұның бәрін линейкамен өлшеп отырып түзелеп аласыздар бірінші. Сосын мынаны үтіктейміз. Үтіктегенде екі жаққа жатқызып отырып үтіктейтін боламыз. Бізде мынандай бөлшектер пайда болды. 6-да 7 сантиметрлік. 7-де 6 сантиметрлік, 6,5 сантиметрлік осындай бөлшектер пайда болды. Біз міне осылай қойып алдық бәрін. Бізге топорик, қошқар сияқты топориктер жасайтын боламыз. Енді сол үшін бізге мына жерде бізде 7 сантиметр және былайынан бізде 6 сантиметр болса, бізге одан 2 сантиметр артық етіп 8-де 8 сантиметрлі 4 квадрат аламыз. Және қызылдан да солай 8-де 8 етіп квадрат алып диагоналынан кесетін боламыз, қыздар. Міне диагоналынан кесіп қасына орналастыратын боламыз. Міне қыздар, былай орналастырып қойдық. Міне астыңғы, міне осылай каждый топориктің астына осылай өзінің бұрыштарын қоямыз. Қызыл түске қызыл бұрышты, жасыл түске жасыл түсті қойып, міне осылай цепочка бойынша қыздар тігеміз. Міне бірінші мына екеуін тігеміз, келесі мына үшеуін қосамыз. Міне осылай. Бұның бәрін инемен ұстатып алсаңыздар болады. Келесі мына диагоналынан тігетін боламыз. Осылай қыздар по цепочке кете беретін болады. Міне осылай тігіп шығатын боламыз. Оны кейіннен осылай қосамыз. Кейіннен өстіп
екі ара қосып отырып тігетін боламыз. Қыздар, міне жаңағы бөлшектерді міне осылай инемен ұстатып алдым. Қазір мен бұны бір цепочкамен тігіп шығатын боламын. Мен жай ғана тек қана ұстаттым. Лапкан бойымен. Келесі қызыл жағын тігеміз. Сосын артынан жасыл жағын тігетін боламыз. Қыздар, цепочкамен бір жағын тіктік. Енді келесі жасыл жағын тігетін боламыз. Бізде осындай флажочектер пайда болды. Біз енді осыны жіптерін өстіп ажыратып бөліп алатын боламыз. Бізде, қыздар, міне осындай бөлшектер пайда болды. Енді біз бұларды өзін ара біріктіретін боламыз. Ол үшін міне бізде балта шығатындай етіп, міне осылай екеуін бір-біріне түйістіреміз. Міне мына жерде тура ортасында бізде мына жер дәл-медәл түйісуі керек болады. Сол үшін міне бүйтіп қойып аламыз. Инемен шаншып алсаңыздар болады. Міне осындай әдемі болып ортасы келу керек болады, қыздар. Міне енді осылай иненің лапкан бойымен туралап отырып тігіп шығатын боламыз. Міне, қыздар, бізде екеуін қосқанда осындай әдемі құстұмсық немесе балта дейміз, осындай құрақ пайда болады. Енді осылай тағы да екі түрін қосамыз, екі жағын. Екеуін қосып алғаннан кейін бір-біріне біріктіретін боламыз. Міне, қыздар, осылай түйісу керек. Бұл жерде техника замок дейді. Бір жақ тігісін үстіге, бір жағын астыға жіберіп отырып, осылай лапкан бойымен әдемілеп тігіп шығасыздар. Енді, қыздар, міне мына екі бөлшекті бір-біріне қосамыз. Тура сол техникамен ортасын түйістіріп бірге ыңғайлап аламыз да тағы да тігістіретін боламыз. Міне бізде осындай екеуін қосқанда осындай әдемі қошқарлар пайда болды, қыздар. Осылай цепочка күйінде ары қарай біріне-бірін жалғап тігіп кетесіздер. Міне, қыздар, дайын болған бұйымымызды енді үтіктейтін боламыз. Біз қазір осыны әдемілеп үтіктейтін боламыз. Артық жерлерін кесіп, міне осындай артық маталарды кесіп тастаймыз. Бізге осылай үтіктеуге ыңғайлы болады. Кесіп болғаннан кейін жақсылап басып тұрып, тігісін бір жаққа келтіріп, әдемілеп үтіктеп шығамыз, қыздар. Жақсылап үтіктеп болғаннан кейін, қыздар, мына құрағымыз почти дайын. Енді тек қана келесі екі жақ шетінен бізге түзулеп қиып шығу керек болады. Мына екі жағынан міне. Қыздар, мынау міне бізде құрағымыздың дайын болған түрі.
Бұны мен қалай түзеттім десеңіз, мына жағына тігіске 5-7 сантиметр алып қалып отырып, қайшымен қиып шығасыздар. Линейкамен сызып аласыздар. Бірінші мына арағашық где-то 0,5-0,7 сантиметр етіп, түзу болып шығатындай етіп қиып аласыздар. Менде мында міне 8,5 сантиметр шыққан екен.